Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Мен Лебяжі ауданы Малыбай жалпы орта білім беретін мектептің информатика пәні мұғалімі Мадина Орасханқызы Жұмабекова. Сіздердің алдарыңызға ұсынайын деп отырған сабағым 5-ші сыныпқа арналған информатика пәнінен. Жалпы сабақ бұл таксономиясын негізге ала отырып құрастырылды. Яғни сабағым 6 кезеңнен тұрады. Сабақтың тақырыбы Paint графикалық редакторы. Мақсаты оқушыларды Paint графикалық редактормен таныстырып, графикалық редактордың құрал саймандарымен жұмыс істей алуына үйрету. Жалпы модульдерге тоқталатын болсам, бұл сабақтың басымдылық модулі оқудағы жаңа тәсілдер және АКТ модулі болып табылады. Себебі оқушылар интербелсенді тақтамен және де компьютермен практикалық тапсырмалар орындайды. Сондықтан бұл модульді басымдылық қалып отырмын. Және де бұл таңда оқудағы жаңа тәсілдер модулін айтып отырғаным себебі оқушылар топта, жұпта жұмыс істей отырып осы сабақта әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануды ұйымдастырып отырмын. Яғни сабағымның түрі бұл практика элементтері бар түсіндірме сабағы болып табылады. Және де осы сабақта мен ойлан, топтас, бөліс, ассоциация жасау, сөз жұмбақ шешу, деңгейлік тапсырмаларды орындау, балық қаңқасы, ыстық орындық сияқты белсенді әдіс тәсілдерді қолдануға көздеп отырмыз. Привет, сәлем немесе, ал үлкен адамдарға қалай болмасыз? Енді мен сіздерге қазір бір қызықты не айтқым келіп тұр. Біз қазір басқа ұлт өкілдері сияқты амандасамыз. Кім біледі, қандай ұлт қалай амандасады? Қытайлықтар қандай сөз айтады, кім біледі? Ни хау деп амандасады. Кәне амандасайық, иә бармыз? Ни хау. Hello дейді. Үндідер дұрыс аяқтарын, үлкен адамдардың аяқтарынан кішілер үнділер тағы қаламандық нетеді? Жылдан сөйлейтін жинай қойдан жүрген. Жақта 90 бар, жақта сан бар. Енді сөйлейтін қосамыз. Жақсы. Не сөйлетші сіздер? Балық сіздер? Қандай тұрсыздар? Балықтар болсыздар. Осы жаққа отырыңыздар. Бұл жақта не шықты? Губка болып, спанч болып шықты. Сіздер спанч болып боласыздар. Ал, осы жерге отырыңыздар. Соңғы сұрақ түсіндіру, баяндау, мәлімет деген мағынаны білдіретін ұғым. Бұл біздің пәнімізге байланысты. Инфо, ақпарат, қазақшасы, ағылшыншасы келдегі. Information, ақпарат деген сөз. Ал, енді қараңыздар, сарымен қандай сөз шығып тұр біз? Файн деген сөз шығып. Бұл қандай сөз біз тілі? Қандай сөзді ойлайсыздар? Сурет салу. Енді осы сөзді біз мағынасын ашып көрейік. Кім шығады? Қайда келді? Файн деген сөздің мағынасы сурет салу. Сурет салу. Бір сөзден жазайық, қалғандарымыз ойланып отырмыз. Сурет деп тұр. Сіздерде тақырып? Paint графикалық редактордың құралдары. Paint графикалық редактордың құралдарына қарындаш, сызық, тіктөртбұрыш және басқа құралдар жатады. Эллипс ол шеңбер немесе дөңгелек салуға арналған құрал. Ал сызық түзу сызықтар салуға арналған. Құю дегеніміз ол фон түсімен бояйды. Тіктөртбұрышты салу үшін тіктөртбұрыштың салуға мүмкіндігін береді. Жұмыста компьютермен сурет салынады. Қайықпен суретін салынады.
Ал мен үшін мен спанчбобтың суретін сала алмадым. Ал қызықтысы планета сурет салу секілді сәт болды. Жақсы, рахмет. Келесі. Диана. Айтқанымыз ба? Жәмила. Бүгінгі сабақтан осындай көңіл күймен кетіп бара жатырмыз деген сөз. Атыңызды ақырын жазамыз, жиі жазылады. Бір-бірден, е? Қайсылай соған жазасыз? Ұсынылған сабағым информатика 5-ші сыныпқа арналған. Осы сыныпта барлығы 9 оқушы, бірақ та осы сабақта денсаулық жағдайына байланысты бір оқушы қатысқан жоқ. Сыныптың информатика пәні бойынша білім сапасы 70%, үлгерімі 100. Бұл сыныпта сабақты осы оқу жылынан бастап қана беремін, аптасына 3 сағат тереңдетіліп оқытылады. Жалпы мектептегі белсенді сыныптардың бірі болып табылады. Сынып ұйымшыл, бір-біріне көмектесіп, әрдайым көмектесіп отырады. Енді сабағыма тоқталатын болсам, оқушылардың психологиялық ахуалын тудыру мақсатында оқушылармен амандасу шаттық шеңбері ұйымдастырылды. Амандасқан кезде оқушылармен әр ұлттың өкілдері ретінде амандасып, оқушылардың көңіл күйдері көтерілді. Енді сабақтың жаңағы топтастыру мақсатында оқушыларға сурет қиындылары ұсынылды. Әр оқушы өзі жеке дара таңдап отырып, өздері 2 топқа бөлінді. Сабақтың тақырыбын анықтау үшін оқушыларға сөз жұмбақ ұсынылды. Сөз жұмбақты шешу барысында оқушыларда пәнаралық байланыс орнату мақсатқа алынып еді. Сол мақсат орындалып, оқушылар сөз берілген сұрақтардың жауабын қазақша, орысша және ағылшынша жауабын тауып, сабақтың тақырыбы Paint графикалық редактор екенін анықтай алды. Яғни бұл сабақтың тақырыбының негізгі сөзі Paint болғандықтан оқушылар осы сөзге ассоциация жасап, өз ой-пікірлерін белсенді білдіре алды. Енді оқушылардың бағалау үшін оқушыларға бағалау парақтары таратылды. Бағалауды бұл жерде топ басшысы бағалады. Оқушыларды жаңа ақпаратпен таныстыру үшін ойлан, жұптас, бөліс стратегиясы іске асырылды. Яғни оқушылар жеке дара оқып, ақпаратпен танысып, оны топта талқылады да, топ алдарында 2 топ бір-бірінің алдында өз жұмыстарымен бөлісіп, өз жұмыстарын қорғады. Жалпы оқушылар осы кезеңнен кейін қолдану кезеңіне көшті. Яғни бұл кезде оқушыларға практикалық тапсырмалар ұсынылды. Компьютерде орындауға ұсынылған болатын. Яғни оқушылар компьютермен жұмыс істеу дағдылары жақсы. Paint графикалық редакторының мүмкіндіктерін жаңа сабақтан алған ақпаратпен қолдана алды. Барлық деңгейлік тапсырмаларды әр оқушы өз деңгейіне байланысты орындай білді. Талдау кезеңіне тоқталсам, бұл жерде оқушыларға плюс-минус қызықты кестесі ұсынылған болатын. Оқушылар сабақтың плюс жақтарын, минус жақтарын және өздеріне деген қызықты болған жақтарын жазып, автор орындығында бірнеше оқушы өз ой-пікірмен бөлісе алды. Бағалау кезеңіне тоқталсам, оқушылардың сабақ бойы деңгейлік тапсырмаларды орындауында өз деңгейлеріне байланысты өз ұпайларын қойып, бағаларын бағалап отырды. Енді бұл жерде сонымен қатар оқушыларға сабақтан алған әсерлері бойынша постер беті ұсынылды. Яғни постерде оқушылардың көңіл күйлеріне байланысты жаңағы сабақтың басында ұсынылған спанчбоб пен балықтардың суреттері бар постер беті берілді. Осы постерде оқушылар өздеріне ұнаған кейіпкерлерді таңдай отырып, өз көңіл күйлерін білдіріп, стикерлермен жабыстыра алды. Осы сабаққа қатысқан бірнеше әріптесімнің ой-пікірлерін ұсынғым келіп отыр. Мадина Оразханова Малбай жалпы орта білім беретін мектепте 2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеп келе жатыр. Информатика пәнінің мұғалімі.
Мадина Оразханова өз сабақтарын дұрыс ұйымдастыра біледі. Әр сабақта оқушылардың іс-әрекеттерін топпен жүппен жұмыс жасау арқылы ұйымдастырады. Осы жұмыс жасау арқылы оқушылардың өздігінен білім алуға үйретеді. Сабақта қызықты әдістерді қолданып, оқушылардың қызығушылықтарын оятады. Сабақта байқаймыз, оқушылардың қызығушылықтары мол, сабаққа белсенді қатысады. Бүгінгі 5-ші сыныппен өткізілген Мадина Оразхан қыздың сабағы маған өте керемет ұнады. Бүгінгі сабақтың құрал жабдықтары, оның кезеңдері, көрнекі құралдар, дидактикалық материалды қолдануы, мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасы, мұғалім тіпті сөйлеу сөзі, мейірімділігі балалардың өзіне деген тартымдылығын көрсетті. Балалардың психологиялық ең бірінші сабақты бастардан бұрын балаларда психологиялық өзіне сабаққа ұйымдастыра білді. Бұны біз шаттық шеңберінен байқадық. Шаттық шеңберінде әр ұлттың амандасу ретімен балалар бір-бірімен амандасты. Яғни біздің Қазақстан мемлекетімізде, республикамызда әр ұлтты адамдар тұратынымызды, және әр түрлі біз амандасатынымызды ассамблеяның жерде де біз тәрбиелік жағынан да керемет көрсетті. Енді сабаққа келетін болсақ, сабақта ең бірінші бастағанда сөз жұмбақтың өзінде тек қана қазақша емес, ағылшын тілінде, орыс тілінде, яғни пән аралас байланыста өткізілді. Балалардың есте сақтау қабілетін пайдалана білді. Олар өздерін жаңа тақырыпты өздері бастады, өздері ашты. Яғни point деген сөздің олар қалай түсінетін мағынасын. Сол сөздің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, топ бойынша соны, яғни көрсете білді балалар. Міне осыдан кейін балалар жаңа ақпарат оқыды да, жаңа ақпаратта не алды? Тағы қосымша қосты. Одан кейін мұғалім тапсырма берді, шығармашылық. Шығармашылық тапсырма бергенде, бұнда тек қана баланың есте сақтауы ғана емес, оның зейіні, логикасы барлық пайдаланды. Сондықтан мен бүгінгі сабақта Мадина Оразхан қызына өте көп ризашылығымды білдіріп, рахмет. 5-ші сыныпта информатика осы оқу жылынан бастап тереңдетіліп оқытылады. Мадина Оразханованың сабағы реконструкциялық деңгейде өтті. Барлық қадамдары дұрыс сақталған. 7 модуль дұрыс қолданылған. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай тапсырмалары дұрыс құрастырылған. Оқушылар интербелсенді тақта мен компьютерді қолдана біледі.